бір нәрсе алуға келеді негізі. Кез келген адам өзіміз біреуге подписка жасаған кезде, яғни подписканы жасаймыз не үшін? Бір нәрсе алуға, өзімізге бір пайдалы ақпарат, пайдалы дүние, кім немен айналысып жатыр, яғни әйтеуір бір өзімізге бір пайдалы дүниені алғымыз келеді. Сондықтан да мен осы жерде барша сіздермен пайдалы болуға, сторисында да, рилсында да, пост жазған кезде де барынша адамның өміріне бір пайдалы болатындай дүние жасайтын, прям шын жүректен осы нәрсені жасаймын. Әр пост, рилс жасаған кезде де осы рилсымды тыңдаған адам расымен де адамның өміріне бір пайда алып келсінші. Егер де сол рилсымды 1000 адам көрсе, 1000 адамның 10 адамына, уже 10 әйелге өміріне пайда алып келетін бір осознанность туса, все, уже плюс, уже мен үшін бұл өте үлкен жетістік, үлкен жеңістіктің бірі. Потому что өйткені адам әрбір жасаған дүниесін адамға пайдалы болсыншы деген ниетпенен жасаған кезімізде, расымен де бұл жүректен шығады. Расымен де бұл нәрсені ғалам білет, әлем білет. Расымен де бұл нәрсені сені жаратушы Аллам сезеді, түсінеді. Дәл қазіргі осы тұрғанда сіздерге айтып жатырмын, и прям чувствую, прям жүрегімнің соғып, и прям расширение, үлкейіп жатқандығын сезіп жатырмын. Сондықтан да бұл сезімді, бұл шынайылықты әрине экранның ар жағында отырған сіздерде байқап сезіп отқандарыңызға мен 100% сеніммен айта аламын. Сондықтан да бүгін қандай тақырыпты қозғаймыз? Кімде мектеп бітіріп жатыр, бар ма араларыңызда? Бүгін мен түске дейін мектепке барып келдім. Алия Сагитовна бүгін мектептің соңғы қоңырауын соқты. Сондай қуанып жатырмын да. Рая ханым, сәлеметсіз бе? Қалайсыз, жақсысыз ба? Менің тұрақты оқырмандарымды көріп жатырмын мына жерде. Яғни сол соңғы қоңырауға барған кезде настолько мектепті бітіріп жатқан қыздардың прямо сұлулығын көрттірінде, настолько балалық кезі, и настолько көздерінің мөлдіреп тұрғаны, настолько өмірді бір жаңа бір қадамда аттағалы андай бір керемет бір сезіммен қоңырауды соғып жатқанда жылап жатыр да қыздар. Соларға қосып менде де жаңағыдай құтты болсын деп айтып жатырмын да. И андай ішімде даусым, жүрегім андай внутренний дрожь болып тұр да. Сол бұрынғы өзімнің мектеп бітіріп жатқан кезімді еске түсіріп, сол мектепті бітіретін кезде өмірге деген бір ерекше бір іштей үлкен бір үмітпен, үлкен бір арманмен, үлкен бір ерекше бір сезіммен қадам аттайсың да. И сол нәрсені бүгін мен мектепті бітіріп жатқан түлектерден, қыз балдардан, ұл балдардан соны көріп, прям сезіндім. И әр қайсына сол жерде тұрып шын жүректен тіледім. Әр қайсына расымен де жолдары болып, әрбір оқыған білімдері, алған білімдері жаңағыдай қайырлы, саналы, өмірлі болсын деген сондай ішімнен тілек тілеп тұрмын әр қайсына. Ал енді қалайсыздар? Бүгін эфир, яғни мен мына жерде көп кітаптар оқып, жаңағыдай жазып жаттым да, сосын сіздерге шыға кетейінші деген ниетпенен шықтым. Енді қаншалықты сіздерге қазір бізде былай болып жатыр. Сіздер енді кіргеннен кейін отырсаңыздаршы. Кіресіздер де шығып кетпей. Кіргеннен кейін отырыңыздар. Неліктен? Өйткені сіздердің сәлемдесіп кері байланыс берген кезде, мен наоборот керісінше былай болады да бізде. Эфирді жүргізген кезде, эфирді жүргізіп атасың, и сұрақ қойып кері байланыс болып атады. Энергия обмен болып атады. Яғни мен сіздерге беріп атқан кезде, сіздер барасыздар да кері байланысты бересіздер. Саламатсыз ба? Или осындай сұрақ мынадай, я келісемін деген сияқты кері байланысты берген кезде, яғни отдача болады да. Өткен сен беріп атасың, сосын сіздер кері байланысты
қайтарасыздар, сол кезде энергообмен болады. Арамызда, сіз бен біздің арамызда, менің арамызда обмен болады да, энергообмен болады. И сол кезде информация, поток еще больше шығады. Сондықтан да миллионерші, бүгін бірінші рет тіркелдім дейді. Өте қуаныштымын, миллионерші. Бүгін тіркелсеңіз, қош келдіңіз деп қоямын. Сондықтан да бүгінгі сол эфирімді расымен де жаңадан тіркеліп жатқан адамдар өте көп. Осы жерде барынша сіздерге пайдалы болайыншы деген ниетпен шығып отырмын. Енді бүгін қандай тақырыпты қозғаймыз, не нәрсені қозғаймыз? Миллионерші, сіздің есіміңіз кім болады? Миллионерші деп тұр екен, осылай атай берейін. Осы парақшаға тіркелген кезде қандай запроспен тіркелдіңіз? Қандай сұрағыма жауап аламын деп тіркелдіңіз? Бұл өте маңызды. Негізі кез келген парақшаға тіркелген кезде менікі коучинг қой енді. Коучинг, психология, яғни не? Өзіміздің жанымызды тануға. Негізі психологияның қазақша тілге аударған кезде бұл жан тану деп аталады. Жан тану деген, яғни сіз өзіңіздің ішкі жаныңызды танисыз. Ішкі жаныңыз деген не? Ол сіздің, яғни эмоцияларыңыз, бұл сіздің ішіңіздегі сезімдеріңіз. Эльмира ханым, өте қуаныштымын. Рахмет кері байланысыңызға. Яғни сіздердің, яғни ішкі дүниелеріңізге үңілу. Негізі былай болады да, психологқа келеді көп адамдар, коучқа келеді көп адамдар. Не үшін? Кейбір адамдарда былай келеді, әртүрлі запроспен келеді. Біреусі прошедший өмірде жатып қалады да, бәріңе сол жақта жатады. Яғни көп обида, реніш, претензия бар. Оларда запрос болмайды. Олар тек қана зациклен жаңағы өткен шаққа. Яғни мына жақта күйеу алдап кетті, или күйеу использовать етіп кетті, күйеу лақтырып кетті деген сияқты. Енемен ұрсып қалдым, атаммен ұрсып қалдым, не болмаса бизнесімді тоқтап тұрмын, бизнесімді масштабқа шығарғым келеді, бизнесті нольға түсіп кете беремін, бизнесті ашамын, ашқаннан кейін нольға түсіп кете беремін деген сияқты. Яғни осындай запроспен келеді. Яғни бұл не дегеніміз? Когда адам прошедшіға зациклен болған кезде, өткен шаққа зациклен болған кезде, ол жерде запрос болмайды да, ол жерде тек қана фокус неге деген болады. Неге? Яғни претензия. Өте көп претензия, менде не получается, бір нәрсені жасаймын, почему-то үнем алдында бір кедергілер тұрған сияқты, деген сияқты түрлі осындай оймен, түрлі осындай сезімдерменен зациклен болып, осындаймен келеді. Осындай запроспен келген кезде, яғни неге деген, неге менде болмай жатыр, неге мен жұрт сияқты жасап жатырмын, бақытты бола алмай жатырмын, неге мен жұрт сияқты еңбек етіп жатырмын, ақшалы бола алмай жатырмын, неге болған кезде адамның бүкіл фокусы, вниманиясы, сезімі, бүкіл энергиясы, ниеті, бәрі неде тұрады? Яғни болмай жатқан фокусты болады. Ол жерде адамның запросы, яғни больше негативный частьта болады да, бүкіл вниманиясының барлығы. Ал тағы да бір келесі этаптағы адамдар бар. Ол адамдар болмай жатыр, жасап жатыр, не получается, неге демейді олар? Олар неге демейді? Білесіздер ме не дейтін? Олар айтады, тағы да қандай вариант бар, басқаша жасайтын дейді. Егерде күйеумен қарым-қатынаста, мысалы үшін, дұрыс түсінбей жатса, мен тағы да қандай вариант бар, который мен білмейтін бақытты өмірді сүруге дейді. Егерде бизнесті ашып, бизнесті, мысалы үшін, тұрып қалып жатсаңыздар, или бір нольға түсіп кетіп, минусқа кетіп қалып жатсаңыздар, или бір нольға тұрып қалып жатсаңыздар, ондай адамдар неге кажется анау кінәлі, кажется мынау кінәлі демейді. Ол адамдар не дейді? Еще қандай вариант бар, мен басқаша жасайтын осы нәрсені дейді. Көріп тұрсыздар ма? Сондықтан да бұл жерде типаж адамдар тоже осылай бөлінеді. Егер де сіз осыны естіп отырсаңыз, сіз нешінші, қайсыған жатасыз? Мынау біріншіге жатасыз ба, или сіз екіншіге жатасыз ба? Қайсы этапқа жатасыз?
бізде көбіне негізі мынау кім Вадим Зеланд айтады, кім Эрик Бьорн айтады. Эрик Бьорн тоже айтады. Так, мына кітап мен оқып жатқан кітабым. Қазір Вадим Зеландтың кітабын оқып жатырмын. И бұл кісі айтады да, настолько біздің өмірімізде, обязательно біздің өмірімізде негізі үшінші адам болып жүреді да. Қараңыздар, мысал үшін сен мына жерде сен қыз баласың, мынау жігітпен танысасың, иә? Мына жерде жігітпен танысасың, мынау қыз бала. Егерде қыз бала мына жігітпен кездесуге барған кезде, мына жақта кездесуге барған кезде, не істейді? Мына қыз бала міндетті түрде үшінші мынау екі жұптың арасында, яғни мына екі жұптың арасында міндетті түрде үшінші адам болады да, үшінші адам кіріледі. Бұл біздегі прям үйреншікті нәрсе. Яғни қыз бен жігіт болып мына жүрген кезде, мына екеуі жүрген кезде, мына қыз барады да, подругамды алып шығайыншы дейді. Подругасын ертіп алып шығады. Не болмаса подругасын ертіп алып шықпаса, онда мынау қыз бала міндетті түрде осы отношенияны мамасын айтады, мына отношенияны сестрасын айтады, или мынау отношенияны тағы біреуге айтады да. И үнемі осы қарым-қатынаста кез келген қыз бен жігіттің қарым-қатынасы болсын, күйеу мен әйелдің қарым-қатынасы болсын, яғни не тұрады? Міндетті түрде бізде үшінші адам тұрады да. Қыз бен жігіт болып жүрген кезде осы мысал үшін үшінші адам келеді. Бұның барлығы бізде былай болады, бейсаналы тұрғыда болады. И осы бейсаналы тұрғыда болған кезде, мынау нәрсе бейсаналы тұрғыда болған кезде, бұл міндетті түрде үшінші адамның өзінің тоже пікірі болады. Мынау үшінші адамның тағы сөзі болады. Мынау үшінші адамның тағы бір мынау екі жұпқа әсер ететін бір осындай бір өзінің бір байланысы болады. Кейде осы екі жұп, қыз бен жігіт, қыз бен жігіт екеуі жүріп жүрген кезде бір-бірін түсіне алмай, не болмаса түрлі бір түсініспеушіліктер болған кезде өздері түсінбейді қалай болғанын түсінбейді. Неліктен? Өйткені үнемі бізде сіз келіссеңіз де, келіспесеңіз де, бұл енді психологияда уже дәлелденген. Бұны Вадим Зеланд өзінің трансерфинг реальности кітабында осы нәрсені ашық айтады. То, что үшінші адамның пікірі үнемі бізде жұптың арасына қосылып отырады. Бұл жұп қыз бен жігіт жұбы болуы мүмкін. Бұл жұп күйеу мен әйелі болуы мүмкін. Бұл жұп партнерствода, бизнестағы адам болуы мүмкін, коллегалар болуы мүмкін. Бастық пен сотрудниктің арасы болуы мүмкін. Бұл жұп подругалар болуы мүмкін. Бұл жұп түрлі осындай, яғни не обязательно бұл жерде қыз бен жігіт. Яғни біздің өмірімізді сүрген кезде бізде міндетті түрде, яғни үшінші адамның үнемі ықпалы тиіп отырады. Кері ықпалы десем де болады, оң ықпалы да бар, бірақ біздің ми настолько, біздің психикамыз настолько защитаға зациклен, үнемі сізді қорғап тұрады миыңыз, сіз оны білесіз ба? Настолько жаратушы алам біздегі ми, сенің миың, менің миым, бәріміздің де миымыз, біздің психикамыз үнемі сіздің қорғанысыңызды ойлап тұрады. Яғни барынша сізді сақтап тұрады, барынша сізді зона комфортыда ұстайды, барынша сізді защитада ұстайды. И үшінші адамның пікірі, үшінші адамның ойы, үшінші адамның көзқарасы, үшінші адамның бір әрекеті мынау жұпқа үнемі өзінің кері әсерін тигізеді. Неліктен? Өйткені мына жақта мынау зона комфортыдағы адамға үшінші адам келіп, бір дұрыс емес жерін айтып атса, бұл нәрсені көтере алмай жатады мына жұптар. И содан кейін барып, екеуінің арасында түсініспестік болады. Мына екі жұптың арасында түсініспестік болады. Сол кезде түсінбейді да өздері, бірақ бейсаналы тұрғыда болады. Сосын мынау барады да мынаны кінәлайды, мынау барады да мынаны кінәлайды. А на самом деле бұл жерде тағы да үшінші адам бар. Технично ол либо мына жақтан келді, либо мына жақтан келді. Үшінші адам бар.
оның пікірі бар, үшінші адамның, оның сөзі бар, оның көзқарасы бар. Яғни мынау қыз бала мынау жігітке қараған кезде тек қана өзі қарамайды да, напрямую қарамайды. Мынау қыз бала мына жігітке қараған кезде мынаны қосып алады, мынаны үшінші адам қосып алады да, осының көзімен, осының сөзімен қарайды, осының көзімен қарайды, осының сөзімен сөйлейді. Түсініп тұрсыздар ма? Дәл осы сияқты біздің бұл тек қана қыз бен жігіттің арасындағы емес, яғни күйеу мен әйелдің арасында да болады. Бұл біздегі тағы да неде болады? Бизнеста да болады дәл осындай. И осы нәрсе қақтан туындап тұр, яғни біздің арамыздағы кейде осы түсіне алмай жататындығымыздың бір кесірі десем де болады, не болмаса бір түсіне алмай жатқан нәрсенің барлығы осы бір үшінші адамның пікірінен болып жатады. Даже бізде консультированияның өзінде де прямой болмайды. Мынау консультация беретін адам, мынау консультацияға алуға келген адам, екеуінің арасындағы коннект міндетті түрде бұл жерде үшінші адамның пікірі, көзі, сөзі қосылып отырады. И сол кезде түрлі түсініспеушіліктер туындайды. Түсініп тұрсыздар ма? И осы бір түсініспеушілік, осы екі жұптың арасындағы түсініспестік не нәрсеге әкеліп жатады? Давайте енді сіздерге сұрақ қояйын, осы жерден. Сіздерде қандай осы бір түсініспестікте не нәрсеге әкеліп жатады? Мысалы үшін қыз бен жігіт, күйеу мен әйел болған кезде бір-бірлеріңізді түсіне алмай жатырсыздар. Оның артында не тұр? Қаяқтан алып жатырсыздар? Осы бір түсінбеу, бір-бірлеріңізді түсіне алмау деген нәрсені қаяқтан алып жатырсыздар? Неліктен бір-бірлеріңізді түсіне алмай жатасыздар? Енді пример айтайын. Дәл осындай даже ене мен келіннің арасында болады. Мынау, мысалы үшін, енесі, мынау келіні дейік. Мына жердегі енесі не дейді? Бір нәрсені айтады, тәрбиелейді, үйдің тәртібін айтады. Кез келген ене нені айтады? Үйдің тәртібін айтады, үйдің тәрбиесіне көнуді айтады. Енді сырттан келген адам болғасын тәрбиелейді. И бұл кезде ене мен келіннің арасындағы прямой коннект болмайды. Ене мен келіннің арасындағы прямой коннект болмайды. Бұл жерге кім қосылады? Бұл жерге ененің бауырлары қосылады. Бұл жерге тағы да кім қосылады? Тағы да толып жатыр. Тағы да кім қосылады? Мына жерде атасы қосылады деген сияқты. Мынаның барлығы бір миы ашу болып жатады. Ананың сөзі, мынаның көзі деп жатады. И бұл дәл осы қыз бен жігіттің арасында осы бір қарым-қатынас, осы бір туындайтын, түсіне алмайтын осы бір қарым-қатынас неліктен қақтан туындап жатады? Ене мен келіннің арасына түсіне алмай жатқан өзгелердің көзінен, өзгелердің сөзінен. Не нәрсеге келу керек, не нәрсені үйрену керек? Кез келген қарым-қатынаста. Мейлі ол не только ене мен келін, бұл бүкіл әлем негізі. Мына сен өмірді сүргеннен кейін барлық жерде де сен адаммен қарым-қатынаста боласың ғой. Сен қай хабар, не нәрсені жаса, мейлі бизнесті жаса, мейлі сен жаңадан жұмысқа тұр, мейлі сен күйеуіңмен, енеңмен, мейлі тек қана күйеуіңмен ғана тұр, или балаңмен тұр, барлық жерде де бізге не керек? Коннект керек. Коннект, яғни коммуникация керек. И бұл коммуникацияда түрлі осындай бізге жаңағыдай түсініспестік үшінші адам міндетті түрде кіреді. Бұл бір. Сосын сондай кезде не болып жатады? Біздің ішімізде өзіміз түсіне алмай жататын, түсіне алмай, түсіндіре алмай жататын түрлі бір жағдайлар болады. Түсіне алмайсың. Вроде у тебя все норм. Ол оқыған, мен оқыған, екеуміз де оқығанбыз. Бірақ почему-то бір-бірімізді түсінбейміз. Бар ма осындай? Мысалы үшін күйеуіңізбен деген сияқты, мысалы үшін әйеліңізбен деген сияқты, мысалы үшін даже элементарный енеңізбен деген сияқты. Вроде вы образованные, вроде сыртта бәрі сыйлайды, вроде я хорошая, вроде я адекватная, бірақ почему-то мен мынаны көрсем, ішімде бірдеңем көтеріледі. Триггер көтеріледі да. Бір триггер ұнамайтын, түсіндіре алмайтын,
өзің түсіне алмайтын. Именно мынаны көрген кезде ол ене болуы мүмкін, ол қайын сіңілі болуы мүмкін, ол сенің жұмысыңдағы бір коллегаң болуы мүмкін, кабинетте бірге отыратын, или бір партнерың болуы мүмкін, или бизнесті бірге бастап жатқан адам, білмеймін, оның күйеуі или әйелі болуы мүмкін. Сен не қыласың? Мынаны көрген кезде сенде бір өзіңнен өзің түсінбейтін бір эмоцияға беріліп кетесің, бір ішіңнен бір раздражение туындайды, бір өзің түсіне алмайтын жағдайлар туындайды. Түсінікті болып жатыр ма айтып жатқан нәрсем? Кері байланыстарыңызды бір беріп қойыңыздаршы. Дәл осы жерде мені тыңдап отырған жандар, кері байланыстарыңызды бір беріп қойыңыздар. Мен түсінікті айтып жатырмын ба? Түсіндіре алып жатырмын ба? Жаңадан оқырмандар өте көп. Баршаларыңызға қош келдіңіздер деймін. Өте қуаныштымын. То, тіркеліп жатқандарыңызға, көріп жатқандарыңызға, лайк қойып жатқандарыңызға, кері байланысты қойып жатқандарыңызға мен алғысымды білдіремін әрқайсыларыңызға. Нені айтып жатырсыз? Күлімкөз ханым, ой, қандай керемет есім, Күлімкөз ханым. Күлімкөз ханым, мына нәрсені айтып жатырмын да. Бізде негізі мына өмірде жаратушы Аллам мына жер бетіне 8 миллиард халықты жаратты. 8 миллиард халықты жаратып, бұл өмірде біз барлық жерде де немен жүреміз? Коммуникациямен жүреміз да, бір-бірімізбен қарым-қатынаста жүреміз. Дәл осы сияқты, мынау сіз мысалы үшін еркек пен әйелі, қыз бен жігіт бір-бірімен коммуникацияда болады. Болмаса әйел мен күйеуі деген сияқты коммуникацияда. Болмаса үйге келсек, ене мен келіннің арасында қарым-қатынас. Болмаса жұмыста кабинетте отыратын бір қыз келіншекпен или бір коллегіңмен қарым-қатынас. Не болмаса дәл осы қарым-қатынас бизнеста, партнерда болуы мүмкін. Сіз барлық жерден де қарым-қатынастасыз. И осы бір қарым-қатынаста біз почему-то вот қарым-қатынаста болып жатады. Именно бір белгілі бір уақыт өткеннен кейін сіз вроде нормально, адекватный, оқыған, ел сыйлайтын, халық сыйлайтын, вроде мені түсінеді, мен де адамдарды түсінемін. Бірақ почему-то мынау адамды көрген кезде, бұл сіздің күйеуіңіз болуы мүмкін, бұл сіздің енеңіз болуы мүмкін, бұл сіздің қайын сіңліңіз болуы мүмкін, бұл сіздің бизнестағы партнер или коллега, жұмыста кабинетте отыратын. Именно осыны көрген кезде менде почему-то раздражение көтеріледі. Яғни сіз мынаны көресіз, сізде не туындайды? Раздражение туындайды да, мынау сізде раздражение көтеріледі. Мынаны көресіз, сөзі, әрекеті, бір нәрсесі, четко бір сөзі, мынаның именно сізге келген кезде прям триггер ұстатқызып, көтерткіздіртеді. И осы кезде біз не істеп жатамыз? Біз түсіне алмай жатамыз да мынау адамды түсіне алмай жатамыз. Өзімізден өзіміз эмоция кетеді, өзімізден өзіміз ашуланып кетеміз, или ашуланып жауап бере саламыз. Өзіңді өзің осы жерде басқара алмай жатасың да, бар ма осындай? И осы нәрсе, осы бір өзіңді өзің басқара алмау, өзіңді өзің түсіне алмау, өзіңді өзің тіпті бақыламаймыз да, бақылай алмаудың өзі де, яғни сен әлі өзіңді танымағандығың, өзіңді толықтай біле алмағандығың. Бұл нәрсе бізде қақтан туындап тұр. Яғни бұл жөнінде, дәл осы бір ішкі сезімдер жөнінде, осы бір ішкі состояние жөнінде бізде ешқандай жерде сабақ өтілмейді. Яғни бұл негізі құнды білімдердің бірі болып табылады. Мысалы, біз не істейміз? Қарым-қатынаста, бұл сіздің жұмыстағы кәсіпкердегі адамыңыз болуы мүмкін, қарамаңыздағы жай ғана көмекшіңіз болуы мүмкін. Пример, или араларыңызда нандай болса, деп примерлеріңіз жазып жіберіңіздер, мен әрқарай соны разбор жасаймын. Окей? И мынау примерно мынау сіздің жұмысыңыздағы коллегаңыз. И осы бір коллегаңыз кәсіпкер болуы мүмкін, мейлі партнер болуы мүмкін. Осы бір адам сіздің өміріңізге келген кезде, тесно араласып бастаған кезде, күшті керемет сезіммен боласыздар да, белгілі бір уақыттан кейін
араларыңызда түсініспестік болады. И осы бір түсініспестікте не болып жатады? Уже бір-бірлеріңізді көргіңіз келмейтін, бір-бірлеріңізді түсінгіңіз келмейтін, бір-бірлеріңізді естігілеріңіз келмейтін бір жағдайға, өзіңіз түсінбейтін жағдайға келіп жатасыздар. Енді мысал ретінде айтайын. Мысалы, менің жаңағы наставта жүрген бір келіншек, сол кісі келіп айтады, настолько мендегі қазіргі состоянием дейді. Вроде күйеуіммен уже 10 жылға жуық тұрамын, енемен тұрамын 10 жылға жуық. Но почему-то қазірден бастап өзім түсінбеймін, күйеуімнің каждый движениесі меня так триггерит. Оның сөзі, оның баяғыда вроде бір қатты сөйлейді, тым ашуланып, ондай не қылмайтын, как-то мимо ушей пропустила. Ал қазір маған оның сөзі или бір қыдырғаны, или бір қыдырып келген кездегі оның ішкені, басқа қылғаны меня прям бесит, меня триггерит, мені прямо настолько мендегі ішкі сезімдерімді көтеріп тастайды. Өзім түсіне алмаймын, өзімнен өзім раздражение боламын, өзімнен өзім ашуланамын. Бұның барлығы қақтан туындап тұр. Бұл тек қана сізде ғана емес, бұл нәрсе, бұл негізі барлығымызда да осындай этаптардан өтеміз. Неліктен? Бізде негізі мына өмірді қазір баршаларыңыз осы әрекетті етіп жатырсыздар, ақша табамын деп жатырсыздар, масштабқа шығамын деп жатырсыздар, өсемін деп жатырсыздар, өзімді табуым керекпін, өзімнің ішкі құндылығымды, өзімнің самооценкамды көтергім келеді деп жатырсыздар. Мына кісі келеді да, досыммен сондай болдым. Қазір мен айтамын осыны күлім қосқанын. И дәл осындай нәрсе, мына жердегі әйелдің ішінде мынау келеді да, мына жердегі күйеу келеді да, мынаған келіп тиіскен кезде не болады? Ішіндегі самооценкасы, яғни бұның құндылығы да, бұның ішіндегі самооценкасы, насколько өзін адам қаншалықты таниды. Адам өзін танымаған кезде, өзінің эмоцияларын білмеген кезде, өзін басқара алмаған кезде, өзінің санасын, өзінің алған білімдерін, яғни өзіндегіні басқара алмаған кезде, мыналар келеді да, сырттан келеді да, дзың еткізіп, жаңағы триггерін оятқыздыртады. Бұл, мынау адам, ол қайын сіңілі болуы мүмкін, мынау ене болуы мүмкін, мынау күйеу болуы мүмкін. Бұл нәрсе бір рет болады, кішкене болады. И каждый раз бұл қалыңдай береді, үлкейе береді. Больше становится. Неліктен? Біз осы жерде үлкен қателік в том, что біз яғни сен, мынаны мынаяқтан сырттан келген сигналдарды түсіне алмайсың да, бұны біле алмайсың. Ладно, қойш дейсің да, қолды бір сілтей саласың, там ұрсасың. Ладно, қойш дейсің да, там музыка тыңдайсың. Ладно, қойш дейсің да, барып үстіңе бір көйлек алып аласың. Ерексесің, мен саған көрсетемін деген сияқты. Я все равно мен күштімін, я все равно я тебе докажу то, что я сенен де күшті екенімді. Там шопинг жасайсың, там салонға барасың, спаға барасың, қыдырасың, ішесің, темекін шегесің, расслабить етесің, как-то бір забываешь бір күн, 2 күн. Но подсознание это не забывает. Саналы тұрғыда вроде ты забыла, бірақ подсознаниеда тұр да ол нәрсе. Бізде подсознаниеда, түп санада тұрған кезде, мынау адамдар, сырттан келетін адамдар, үнемі сол нәрсеңді как открывашка сияқты ашып отырады да. Бұл сенің жаңа кім әдемі, атыңыз әдемі, жаңа атыңызды айтып жіберейінші, Көзайым ханым ба? Мынау не қозғалмайды. Жаңа айттыңыз, то, что менің досым сондай болды, сондай нәрсе болды. Яғни 2 подруганың арасында вот сондай нәрсе болады. Яғни келді да, сізге раздражение. А біз не істейміз? Мынау барады да, сен барасың да, мынаған барасың ғой. Барасың да, оған тиісесің, тоже дейсің, вот көрсетемін, я докажу то, что классная, суперская, не болмаса сол қарым-қатынасты түптің түбіріменен не істеп тастайсың? Прям кесіп тастайсың да, түптің түбірімен кесіп тастайсың. Мынау коммуникацияны прям
қырқып тастайсың. Бұл сенің күйеуің болуы мүмкін, бұл сенің енең болуы мүмкін, бұл сенің атаң болуы мүмкін, бұл сенің абысының болуы мүмкін, иә. Особенно абысын мен келіннің арасында бұл жиі кездесетін нәрсе. Өте жиі кездесетін нәрсе. Мен уже бірнеше рет байқадым осы нәрсені. Не істейді, мен абысынмын деп авторитетім дейді. Келін айтады, босанға дейін менде де, если что, сен сияқты білімім бар, и чё такого деген сияқты мына абысын мен келіннің арасында болып жатады. И осы бір дүние не нәрсеге әкеліп жатады. Сен не қылдың? Мына жерде сен түсіне алмадың. Нені түсіне алмадың? Яғни внутренний сенде мына жерде пустота бар да. Пустота бар, мынаның ішінде пустота бар. Бұл жерде пустота, бұл самооценканың төмендігі болуы мүмкін. Окей, самооценкаң жоғары, соответственно, сен эгоң да жоғары болуы мүмкін да. Бізде эго жоғары болған кезде, бұл жерде үнемі справедливо, несправедливо деп бөлінеді. Және де дәлелменен, я им докажу, с кем еще они общаются деген сияқты, яғни дәлелмен өмірді сүреді. И дәл осы жерде мына әйел не істейді? Бейсаналы тұрғыда. Бұның барлығы бейсаналы подсознайында болып жатыр. Білмейді ол әйел не болып жатқанын. Вроде мен өмір сүріп жатырмын. Вроде я красавица, вроде я умная, вроде я образованная, у меня все окей. А почему-то у меня вот с этим, мынау енемен, или мынау подругаммен, или мынау бастығыммен, или мынау партнерыммен, или мынау коллегаммен, почему-то у меня не получается, дейді. Неліктен? Мынау пустота, бұл пустотаны сырттан сені киім, басқа дүние толтыра алмайды. Бұл пустота неліктен болып тұр? Бұл пустота мынау келеді, наоборот саған көрсетіп жатыр. Ей, сенің мынау ішің пустой дейді да. Мынау ішің пустой сенің. Толықтырсай дейді. Толықтыр. Не болмаса, анау ішіңдегі подсознанияда жатқан бір кезінде бір қалып қойған обида, реніштеріңе тік етіп тигізеді да, наоборот сен сол ішіңдегі көміліп жатқан нәрселеріңді шығарсай дейді. Бізде көбіне кім айтады? Эрик Берн айтады. Бізде негізі соны балалық кезден бастап программа жазылғанда, сценарий. Біз сол бір сценариймен өмір сүреміз. Қандай? Мынандай тройка деген. Тройка. Яғни мынау любой қарым-қатынаста біз никогда мынау адаммен прямой қарым-қатынаста болмаймыз. Бізде міндетті түрде үшінші адамның пікірі, көзі, сөзі болады, мнениесі болады. Сөйтеміз да, сондай жерде бізде не болып жатады? Мынау коммуникация, разрушение болып жатады. Өзің түсіне алмайтын. Неліктен? Бұны қалай түсінеміз? Бұл нәрсені қалай ретке келтіруге болады? Қазір мен түсінікті айтып жатырмын ба? Кері байланыстарыңыз беріп қойыңыздар. Так, жоғарыда сұрақ кетті. Почему-то мынау не қозғалмай жатыр да, мен төменге түсіре алмай жатырмын. Может, қайтадан қоясыздар сұрақтарыңызды. Мен түсінбей тұрмын неге екендігін. Или мына бір ссылканы алып тастайын ба? Неліктен мынау қозғалмай жатыр? Мен почему-то мынау былайынан қозғалмай жатыр. Давайте қайтадан сұрақтарыңыз қойып жүріңіздер. Жаңа көрдім, бір-екі сұрақтың қойылғанын. Қайтадан қойып жүріңіздер сұрақтарыңызды. Мынау төмен, жоғары түседі ғой сіздердің кері байланыстарыңыз. Почему-то мынау түспей жатыр. Сондықтан да не айтамын мен сіздерге? Ең бірінші осындай кезде біз хотя бы өздеріңіздің сыртпен алыспай, керісінше сіздер өздеріңізге үңілуді үйренулеріңіз. Ол қалай? Мен не сезіп тұрмын? Ұлым 4-те қазір, ұлым солай раздражать етеді. Жылағаны, ыңылдап, жабысқаны. Эльмира ханым, 4 жастағы бала, одан кейінгі бала бар ма?
негізі бала 7 жасқа дейін баланың бүкіл вниманиясы мамадан алады, ол бүкіл внимание. Тем более 4 жаста болса, ол внимание, яғни мамамен толығады. Яғни ол жерде сіз жеткіліксіз болып жатырсыз қарым-қатынаста. Неліктен бала ыңырсып жылай береді, неліктен бала жабыса береді, неге бала сындырады, неге бала бұзық болады, неліктен внимание жетіспегеннен болады. Олар оны айта алмайды, ол мама маған внимание жетіспей жатыр деп айта алмайды. Олар кішкентайға өздері де түсінбейді ол нәрсені. Олар өздері управлять ете алмайды, ол сезімдерін біле алмайды, ол өзін түсіндіріп айта алмайды, ішінде қандай сезім болып жатқан. Не істейді? Мынаны барады, лақтырады. Лақтырған кезде сіз не істейсіз? Қарайсыз да, әй, не істеп жатсың? Болмайды дейді. Яғни не? Сіз қарадыңыз, сіз сөз бердіңіз, сіз оған энергия бердіңіз, не қылдыңыз? Яғни внимание бердіңіз. Тағы да дәл осындай момент өткенде мен базарға барған кезде, мен вообще базар дегенге осы соңғы 5 жылдықта барған емеспін да. Өткенде бір жұмыстармен как раз сол базардың үстінен өтіп баратырып базарға соққанмын ғой. Соққанда сол жерден сразу свежий огурцы, помидор, клубника алайын деп. И представляете, просто аузымда тұрған әйелден барып ала салғанмын. Анау әйел, мен келдім, настолько қыздар осыны услышьте, настолько сіз қазір ақша тауып жатырсыз, бизнес, магазин, салон жүргізіп жатырсыз ғой осы нәрсені. Бұл бизнестағы адамдарға өте маңызды да, рухани білім деген өте маңызды, өте маңызды. Просто сіз күнделікті нан жейтін болсаңыз, бизнестегі адамдар осы рухани біліммен қоректену керек. Жаңағы әйелдің алдында тұрып, мен огурцы, помидор, клубника, тағы бір нәрсе алдында, и мені есептеп жатыр еді, жаңағы әйелдің примерно 3 жаста болып қалады қызы. Барды да калькулятор бүйтіп тартып алды да калькуляторды. Сосын мамасы барды да, әртүрлі деп оны бүйтіп итеріп жүрді. Ана жаққа қарай итеріп жүрді. Сәл үлкендеу қызы бар екен. 3 жастағы қыз. Настолько меня было это шокировало. Сөйтті да ана қыз қайтадан жылап барып, мама деп ана калькуляторды тартып еді. Менің көзімше анау әйел 3 жасар қызды тарсылдатып ұрды да, ана жерде отырған үлкендеу қызына итеріп жүріп, алшы мынаны деді. Бұл жердегі маңыздылық неде болып тұр? Негізі алдындағы келіп тұрған клиентке уже анау әйел нені көрсетіп тұр? Настолько раздражение, настолько внутренне толып қалған. Анау 3 жасар қызға какое травма, уже ол бізде былайда, қазір мен айтып атқан нәрсемнің барлығы мен ғылымға сүйене отырып айтам. Бала кішкентай кезінде 5 секунд жетеді. Травманың отыруына, нейрондардың отыруына 5 секунд жетеді. Қорықты ма? 5 секунд жетеді. Жылады ма? 5 секунд жетеді. Все, ана жерде уже ребенок травмирован. К чему? Яғни уже будущее ол ақша дегеннен қорқатын болады, потому что ол мамасына жай ғана деп жатыр. Можно же құшақтап, көтеріп, сол жерде. Кәнеке екеуміз, мен асығып тұрғанда жоқпын. Мен просто любовать еттім. Өткен әдемі екен қызы. Тұп-тұмпақ, әдемі, әппақ екен. Мен керісінше қарап, любовать етіп тұрдым. А ол әйел барды да настолько білімсіздіктің кесірінен өзіне деген үлкен жасап жатқан саудасына ол блокты қойды. Сіздер сауда жасаған адамдар, бұл өте маңызды. Сіздерге ризық беріліп жатыр, кім үшін білесіздер ма? Сіздердің балдарыңызға келетін ризық сіздер арқылы келеді. Сіздер арқылы келеді. Егер де сіз баланы ұрсаңыз, все, уже сіз не қылдыңыз, келетін потогыңызға, яғни өтетін саудаңызға, әрбір жасайтын дүниеңізге, все, сіз есікті жауып тастап жатырсыз. Все, сауда жоқ. Представляете? И настолько ана жерде, мен о жерде үйрете алмаймын еш нәрсені, бірақ мен енді ол әйелге бармаймын. Егер де базарға барған күнде де мен ол әйелге бармаймын. Мне было так плохо было. Настолько әйелдердің осындай білімсіздігі баланы травмирует. Түсініп тұрсыздар ма? Сондықтан да сіздер осы жерде отырсыздар ғой, мені тыңдап отырсыздар. Сіздер әрқайсыларыңыз бір кәсіппен айналысасыздар қазір.
барлықтарыңыз айналысасыздар кәсіппенен. Сондықтан да бала егерде жылады ма, бала егерде бір нәрсені сындырды ма, бала егерде айқайлады ма, яғни ол жерде сіз жоқсыз. Екеуіңіздің қарым-қатынасыңыз, міне жаңа түсіндірдім ғой, мысалы үшін мынау сіздің балаңыз болсын, сіз не істейсіз? Мынау балаңыз деп жылады ма, мына балаңыз деп паника көтеріп жатыр ма, мына балаңыз деп бір нәрсені сындырып жатыр ма, сіз не істейсіз? Балаға барып алып, балаға тоже демейсіз. Сіз барасыз да, мына баланы құшақтайсыз. Пусть ол бала бүлдірсін, бәрібір. Ол бала қымбат нәрсені сындырсын, бәрібір. Ол бала алтын сақинаңыз унитаздан ағыз жүрсін, бәрібір. Сіз уже ала алмайсыз ол алтын сақинаны. Не нәрсе жасаса да, неге мына бала дабыл қағып жатыр, неге сиренасы ойнап жатыр? Потому что вас там не хватает. Больше обнимашки, құшақтаңыз. Оған беріңіз, махаббатты беріңіз, жылулықты беріңіз, жылы сөзді беріңіз, ойын ойнатыңыз. Яғни бізде психологияда дейді, бізде былай болып жатады. Ата-ана азаннан кешке дейін, мамасы, например, азаннан кешке дейін үйде, по факту, а на самом деле мынау баланың жанында мүлдем жоқ. Психологияда сіздің қажетті 15-20 минутыңыз жеткілікті, күнделікті мына баламен коннекті жасауға. 15 минут 15 минут мына баламенен сіз мына баламенен качественный уақыт өткізсеңіз күніне, сол жеткілікті екен. Түсініп тұрсыздар ма? Жарайды, түсіндім. Ол менде iPhone бар, сенде жоқ деп айтты да, фотоға былай түсіреді деп Милышқа маған қатты сөйледі. Яғни, көріп тұрсыз ба, Эльмира ханым, бұл қақтан болып тұр. Күлімкөз ханым, яғни бұл нәрсе вниманияның жетіспегендігінен болып жатады. Дәл осы сияқты қарым-қатынаста да болады. Дәл осы сияқты еркек пен әйелдің арасында қарым-қатынаста да болады. Тревога, яғни не? Бұл жерде измена бар, Бұл жерде азанға дейін қыдыруы бар. Бұл жерде еркектің ішуі бар. Бұл жерде тағда не нәрсе бар? Еркектің ақша әкелмеуі бар, таппауы бар деген сияқты түрлі нәрселердің барлығы неліктен туындайды. Яғни сізге ұнамай жатыр, ана жердегі сізге ұнамай жатыр. Мынаның жасаған дүниесі ұнамай жатыр. Бұл неліктен нені айтып тұр? Бұл нәрсе сіздің жаңа шоколадпен шай ішіп едім, сіздердің алдарыңызда прямой эфир өткізетін алдында. И прям мына жерде тұрып тұрды. Сондықтан да енді мен сіздерге не айтамын? То, что біздің осы бір қарым-қатынаста, әр қайсыларымыздың қарым-қатынастарымызда, кез келген дүниеде жасап жатқан дүниемізде, бұл өзіңізді түсіну, өзіңізді есте алу, бұл маңызды дүниенің бірі. Өздеріңізге уақытты бөлу, бұлда да маңыздылық. Не только өзгелермен түсінісу, ең бірінші сіз өзіңізбен түсінісуіңіз керексіз. Өзіңізге не ұнайтындығын, өзіңіз не қалайтындығыңызды, не нәрсені өзгелерден алғыңыз келетіндігі, не нәрсемен сіз жұмыс жасағыңыз келеді. Бізде кейде болып жатады, жұмысқа барасыз, бірақ вообще барғыңыз келмейді. Это не ваше. Менің сұрағыма жауап айтасыз ба? Тағы да кетіп қалды. Күлімкөз ханым, жауабыңызды копировать. Мынау ше қараңызшы, мынаны бүйтіп төменге түсірсем, вообще төмен түспей тұр. Анау жоғарға кетіп қалған нәрсем былай төмен түсіріп, жоғары көтеретін еді қой. Почему-то, білмеймін, Инстаграмның обновлениесі ма, или менің соткымнан сондай тұр ма? Күлімкөз ханым, қайтадан жазасыз ба сұрағыңызды? Сұрағыңызды қайтадан жазасыз ба? Яғни, не нәрсені айтқым келеді? То, что өзіңіздегі ішкі раздражительмен жұмыс жасау.
раздражитель бізде байқап тұрсаңыз, байқап қарасаңыздар, не нәрсеге течение дня раздражает дейсіз. Өздеріңізге осын сұрақ көрдіңіздер ма, сұрақ қойып көрдіңіздер ма? Не нәрсеге течение дня раздражает дейсіз. Бұл раздражение сіздердің қаяқтарыңыздан туындайды. Бізде әйелдерде негізі сізді ешкім андай раздраженный туған жоқ, сіз дүниеге келдіңіз, бала болып келдіңіз дүниеге, прямо күліп қуанып келдіңіз, шаттанып, не нәрсе болса да қуанасыз, не нәрсе болса да шаттанасыз, қуанып шаттанып келдіңіз. Гүлнар жеңше, привет. Менің жеңшем кірді чатқа, неге прямой эфирға, менің тұрақты оқырманым. И осы настолько біздің ішіміздегі раздражение. Осы раздражение бізде қай кезден бастап туындайды, бізге қаяқтан келеді бұл раздражение деген нәрсе. Бізге ешкім бұл нәрсені үйретпейді, раздражениені. Бірақ біз 2 жасқа келген кезде психологияда Кэрол Дуэк деген Оксфордский университеттің профессоры айтады. Яғни біз 2-3 жасқа келген кезде біз не істейміз? Образдарды өзімізге копировать етеміз. Маманы көреміз да, әйел деген осындай болады екен ғой деп, маманың образын өзімізге копировать етеміз, бейсаналы тұрғыда. И еркекті, папаны көреміз да, яғни еркектің образын копировать етеміз. Еркек деген осындай болады екен ғой деп. И когда біз маманың образын копировать еткен кезде, біз бейсаналы тұрғыда өзіміздің дәл сол мамамыздың образын өзімізге копия қылып аламыз да, и дәл сол мамамыздың өмірімен өмірді сүреміз. Бұл нәрсені тек қана менің сөзім емес, бұл нәрсені қаншама осы психологияның аталары, Эрик Берн, Кэрол Дуэк, Норман Дойч, осы кісілердің барлығы өзі дәлелдеп айтылған осы нәрсені. Яғни не дейді? Настолько біз осы бір программамен өмірді сүретіндігіміз. И маманың, қазір сіздерге сұрақ қоямын, сіздерде бар ма мынау нәрсе? Сіз қазір өмірді сүріп жатырсыз, как будто вы өміріңізді сүріп жатырсыз, как мама сияқты. Ваша мама, когда-то вы видели страдающей, и точно так же вы страдаете, как мама. Привет, Чинче, қалайсыз? Рахмет, жақсымын. Как мама сияқты страдать етесіз, болмаса, сіз өмірді сүріп жатырсыз, в другом формате. Маған бір әйел келді наставқа, и былай болады да, ол әйелде бәрі бар. Машина, үй, бала, шаға, ақша, жұмыс, бәрі бар. Но өзі түсінбейді, мына өмірді андай бір керемет, бір рахат сезімде сүрмейді да, как будто бір өзін түсіне алмайды, бақытсыз өмірді сүріп жатыр. Как будто мен өзімнің мамам сияқты өмірді сүріп жатырмын дейді. А мамасы когда-то была страдающая. Күлімкөз ханым, сұрағыңызды оқып жүрейін. Сосын сөзімді әрі қарай жалғастырамын. Досым туралы да маған iPhone ұстай алмайсың, суретке былай түсіндіреді деп айтты. Так, досым туралы да маған iPhone ұстай алмайсың, суретке былай түсіндіреді деп айтты. Сенде iPhone жоқ деп маған қатты сөйледі. И сол кезде Күлімкөз ханым, не істедіңіз? Сіз ренжіп қалдыңыз, И что? Жоқ болса, значит, сізде шыннан да жоқ па? Мойындасаңызшы, онда менде жоқ деп. Біз неліктен осындай нәрсе сөзді көтере алмаймыз? Потому что бізде эго деген бар да. Ислами білімге келген кезде бізде нәпсі дейді ғой, психологияда эго дейді. Эго дейді, және де біздің коронамыз дейді. Не істейміз? Осы бір коронамызды бүйтіп қисайтып жүреді да біреулер. Или коронаңды алып қолыңа береді да. Сол кезде не болады? Саған больно и плохо болады. И Күлімкөз ханым, сізде шыннан да iPhone жоқ па да? Сосын сол iPhone жоқ болғандықтан сіздің прямо больной жеріңізден басып жүрді ма? Бұл ол жай ғана айтты ғой. Қатты ренжідім, жыладым. Ол сізге жай ғана айтты ғой. Просто сенде iPhone жоқ деген сияқты болды. Ол нәрсені мен айтсам, сіз маған ренжімес едіңіз. Ол нәрсені сіздің ең жақын адамыңыз айтты да. И жақын адам айтқан кезде біз қатты сол нәрсеге триггер ұстаймыз. Неліктен? Өйткені ол мен жайлы бәрін біледі ғой деген.
Осы кезден барамыз да, не істейміз, біздегі бүкіл ашу, реніш, триггердің барлығын не қылды, мынау подругаңыз келді да ашып берді сізге, открывашка қылып ашып берді. Осы жерде сіз не істеуіңіз керексіз, Күлімкөз ханым, сіз не қылдыңыз, бардыңыз да мынау подругаңызға ренжідіңіз, көтере алмайсыз оның сөзін. Өйткені ол балалық кезден келатқан, сіздің анау ішкі сырыңызды білетін, көптеген құпияларыңызды білетін подругаңыз жаңағыдай сөзді айтқан кезде одан кетіп те қала алмайсыз, және де айтқан сөзін көтере де алмайсыз. Неліктен? Өйткені вам было больно, плохо. Неліктен вам было больно, плохо? Неліктен сіз ол сөзді көтере алмадыңыз? Неліктен сіз ол сөзге жылап қалдыңыз? Қақтан туындап тұр бұл нәрсенің барлығы? Яғни, мына подругаңыз айтып жатыр да, просто сен мойындасай дейді да, просто қарапайымды болуды мойында дейді. Жоқ па? Жоқ деп айтуды мойындасай дейді. Біз не істейміз? Көбіне жоқ болса да деп тұрып дәлелдейміз ғой. Жоқ нәрсемізді де жоқ емес қылып дәлелдейміз ғой. Бізде не нәрсе құртады, Күлімкөз ханым, білесіз ба, не нәрсе құртады? Эго. Эгоңа тиген кезде, нәпсіңе тиген кезде, ай, дейсің да, тебе так будет больно, плохо. Егер де сен дәл сол точкаден, дәл сол жерден, дәл сол нүктеден мойындап, дұрыс айтасың, Мағрипа, Шолпан, или кім, Таңшолпан, Нұрсұлу, кім, аты кім, айтта, просто мойында. Айфон жоқ. Менде жоқ. Яғни біз не істейміз? Өзіміздің самооценкамызды сырттағы материалдық дүниеменен біз өзімізді құнды етеміз. Менде айфон бар, мен құндымын. Менде Луи Виттон сумка бар, мен құндымын. Менде Прада очки бар, мен құндымын. Яғни не істейміз? Біз құндылығымызды нау материалдық дүниемен өлшейміз да, мына жердегі материалдық дүниемен өлшейміз. Жаратушы Аллам айтады, сен онсыз да құндысың дейді. Мен ғой сені жаратып тұрған құнды етіп. Мен ғой сені жаратып тұрған сүйіктім етіп. Дейді да. Ана подругыңыз келді да, сіздегі триггеріңіздің крышкасын фук етіп ашып берді. Күлімкөз ханым, дәл осы жерден мойындаңызшы жоқ екендігім. Мойындаймын, менде жоқ. Мойындаймын. Зато мен бармын. Зато мен жаратушы Алламның сүйікті құлымын. Көзім көріп тұр. Жүрегім соғып тұр. Осы жерден мен сұрағыма жауап алып тұрмын, Гауһар ханымнан. Аяқтарым жүріп тұр. Екі құлағым естіп тұр. Бүкіл дүниене мүшеңіздің барлығы дәл осы минут, дәл осы секундта жұмыс жасап тұр. Просто сезініңізші осыны. Бүкіл внимание, назарыңыздың барлығын осы сәтке қойыңызшы. Терең дем алып, сол демді ауыздан шығарып, осы сәтке бұрыңызшы назарыңызды. Неткен керемет жансыз. Мына жақтағы подругыңыздың сөзі, ол просто сізге көрсетіп тұр. Күлімкөз, сен күшті жансың. Сен керемет жансың. Деп тұр сізге. Ал сіз өзіңізді просто айфонмен салыстырып тұрсыз да, вообще құны всего лишь 700 мың-ақ или миллион-ақ теңге тұратын айфонмен құныңыз салыстырып тұрсыз. Сіздің құныңызда құн жоқ, шексізсіз, құндысыз. Осы нәрсені ұғыңыздаршы. Құндылықтарыңызды біліңіздерші, өздеріңіздің. Түсіндіре алдым ба, Күлімкөз ханым? Яғни сіз өтіп кеткен нәрседе жүрсіз да, бүйтіп сол айтты маған. Мне было больно, плохо. И сол мына жаққа кіріп аласында, сол кассеттің шайналып, баяғы біздің кезіміздегі 90-шы, 2000-шы жылдардағы кассетіні білесіз ба? Магнитофонға саласында ленточкасы бар. Еще магнитофон жеп қойған кезде ленточкасы шатасып,
қалады, бітті. Содан кейін ол өлең ойнамайды, ана ленточкасы түйіліп қалады. Ол дәл сондай болып тұрсыз да, лентіңіз түйіліп, әр қарай өмір сүруге вам вдох-выдох жетпей жатыр. Жай терең дем алу жетпей жатыр. Нормально өмірді сүре алмай жатырсыз, потому что вам больно и плохо. Подругаңыздың бір-ақ ауыз сөзі. Құндылықты өзімізге берген кезде, сол құндылықты сезінген кезде, болды ғой мынау әлем деген просто болып қалады саған. Сосын қазір араласам, бірақ қатты жақын емес. Я, ол мен туалет жусам да алдым осы айфонды деп айттым. Классно. Туалетті жуып алса, подругаңыз мықты екен, беріңіз мақтауды. Ол мақтауды өзіне күтіп тұр. Ал сіз мақтауды өзіңізге күтіп тұрсыз. Беріңіз соған мақтауды подругаңызға. Красавчиксің. Сен туалетті жусаң да айфонды алып тұрсың. Маған да үйретші енді. Бірақ туалетті жуып емес, басқаша форматты алайыншы. Көрдіңіздер ма? Яғни не істеп атамыз, мынау коммуникацияда прямой сөйлесе алмаймыз. Мына эфир біткеннен кейін мен барынша енді сақтауға тырысам, өткенде эфирді өткізіп сақтай алмадым. Бұл эфирді басынан бастап тыңдаңыздар. Не айттым? Яғни мынау коммуникацияда, мына жерде қарым-қатынаста біз сөйлесе алмаймыз да, мына қарым-қатынаста. Бізде не тұрады? Обязательно мынау үшінші адам тұрады, мына жақта тағы да төртінші адам тұрады. Барлығы былай шатасып жатыр да. Егер де сол подругаңызбен шынайы, ашықтан ашық, тет-а-тет болсаңыздар, бұл жерде ондай түсініспеушілік болмайды. Яғни шынайы сұрақты қою арқылы. Қарым-қатынаста дәл осындай еркек пен әйелдің, қыз бен жігіттің арасында қарым-қатынаста қай кезде түсіністік болады? Яғни үшінші адамның сөзі, көзі, әрекеті болған кезде, араласқан кезде, яғни осы жерде, мына жердегі екеуінің арасындағы полядағы қарым-қатынасқа үшінші адам келген кезде разрушение басталады. Түсініп тұрсыздар ма? Күлімкөз ханым, өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Жақсы сезініп тұрсыз ба? Менде сіздер ана шапка профиліда не бар? Чатым бар менің, общий чатым бар. Сол общий чатқа өтсеңіздер, сол жақта қыздар қарым-қатынасқа қатысты тегін сабақ беріп жатыр. Сол жаққа өтсеңіздер, неде? Шапка профилі да, болмаса, любой ненің рилстың астына плюс қалдырсаңыз, сіз сол общий чатқа өте аласыздар. И сол жерде қарым-қатынасқа қатысты тегін сабақ беріліп жатыр. Соны алыңыздар. Когда-то мен оны сатқанмын, ол сабақты. 50 мыңға сатылған сабақ. И сіздер оны тегін көре аласыздар. Яғни 24 сағатқа беріледі. Я жеңіл қабылдадым енді. Так что подругаңызға айтыңыз, алғыстамын саған. Көрдіңіз ба? Егер де подругаңыз осы нәрсені жасамағанда, сізде бұндай состояние көтермеседі ол подругаңыз. Ол подругаңыз просто келіп сізге шынайы болуды үйретіп жатыр да, өзіңнің құндылығыңда. Сіздің құнды екендігіңізді көрсетіп жатыр. Сен өзіңе өзің құндысың дегенді көрсетіп жатыр. Барыңыз да бүгін подругаңызға алғыс айтыңыз. То, что сен менің досым болғаның үшін алғыстамын. Өзіммен осылай жұмыс жасадым. Прямой эфирда отырып. Көп нәрсені түсіндім. Вот саған алғыстамын. Сол сезімді беріп тұрған подругаңыз ғой. Бұл сезімді бізге тек қана ең жақын адамдар ғана береді. Сырттағы адамдар келіп бермейді. Мен барып сізге барып, Күлімкөз ханым, менде iPhone соткі бар, менің соткымды күйеуім подарит еткен десем, сізге әсер етеді ма? Жоқ. Дым да әсер етпейді менің сөзім. Сізге әсер етеді ең жақын адамдарыңыз. Сондықтан да бізде жаратушы Алла неғылды, жер бетінде 8 миллиард халық бар. 4 миллиарды еркек, 4 миллиарды әйел. 4 миллиард әйелдің ішінен сіз, 4 миллиард еркектің ішінен сіздің жолдасыңыз, екеуіңіз каким-то образын қосылдыңыздар. Бұл еркектің оның анасы бар, ол еркектің оның әкесі бар, ол еркектің жаңағы бауырлары бар деген сияқты да мына жерде. И не дейді? Мінекей, араласыңдар дейді, бір-бірлеріңмен тазаланыңдар дейді.
өсіңдер, өніңдер дейді да жаратушы Аллам. Қазіргі таңда жастар өте көп қой, қазір бізде Қазақстан екінші орында тұр ғой ажырасудан. Біз не үшін қақсап жатырық? Не үшін қазір коучтар, психологтар өзіңді таны, өзіңді біл деп не айтып жатыр? Не үшін айтылып жатыр бұл нәрсенің барлығы? Түсініп тұрсыздар ма? Сіздер өздеріңізді танымайсыздар, өздеріңізді білмейсіздер, осындай жерден барасыздар да, бар коммуникацияны ажыраса саласыздар, түбімен кесе саласыздар, енемен, в общем, атаңмен, в общем, қайынапа, абысынменен тағы да, реніш, сөйлесе алмай, жылдап жүресіздер ғой, сөйлеспей. Қақтан үйренесіздер сол нәрсенің барлығын? Кезінде, когда-то менде де сондай адамдардың бірі болған тұғым. Яғни не? Келінге претензия, қайнапкеге претензия, енеге претензия, біз қақтан білеміз осы нәрсенің барлығын? Қақтан үйренесіздер осындай? Ашулануды, ренжуді, кек қайтаруды, мен оған дәлелдеймін деген нәрсенің барлығын қақтан үйренесіздер? Жазыңыздаршы кері байланысты. Кім үйретіп жатыр сіздерге осының бәрін? Сіздердің жауаптарыңызды естейін. Қақтан үйреніп отырсыздар? Жазсаңыздар кері байланыстарыңызда. Қақтан? Әрине жақындарымыздан. Ол анамыздан, ол әкемізден, ол бауырларымыздан, ол мектептен, социумнан, яғни барлығымыз белгілі бір программамен өмірді сүреміз. Эрик Берн айтады, психологияның атасы Карл Юнг айтады, тоже настолько біздің өмір сценарий, барлық жерде программа. Бүгінгі рилста салған болатын тұғымын ше, настолько біздің өмірімізде қараңыздаршы. Қазір сіздерге көрсетейін. Бізде былай болады да. Мынау сен, яғни сенің өміріңе белгілі бір проблема келеді да. Мына жерде проблема. Ол қандай проблема? Ол жаңағы қарым-қатынас проблемасы, жаңағы подругаңызбен келіспеу, бір сөзін көтере алмау. Бизнеста болса, клиент дәл сондай қылып штрафқа или сотқа беріп жатады, клиенттің возвраты деген сияқты, дәл сондай сияқты кәсіптегі партнер болуы мүмкін, өзің түсіне алмайтын, белгілі бір белгісіздікке алып келдіртіп жататын, дәл сондай сияқты күйеуіңмен қарым-қатынас болуы мүмкін, дәл сондай сияқты мына жерде енемен қарым-қатынас болуы мүмкін, проблема да, дәл сондай сияқты атаңмен де болуы мүмкін, И сен не істесін, мына жердегі тұрған сен, сен не істесін, мына проблеманың ішіне кіріп аласың. Сен уже мынаның ішіндесің. Қараш, мына проблеманың ішіне, мына аяқта тұрып, сен мына проблеманың ішіне кіріп кеттің да? Кіріп кеттің. И сөйтесің да, проблеманың ішінде бүйтіп жүресің да. Кім? Атам тиісті маған, атамның сөзі. Кім? Енем тиісті маған, енем өйтіп айтты, бүйтіп айтты, ана жерді дұрыс жумадың деп айтты. Кім? Күйеуім. Не болды? Күйеуің не істеді саған? Ой, бір қатты сөйледі, вообще агрессивный. Сосын кім? Ана бір жұмыстағы жаңа, не болмаса подругам, не болмаса коллегам. Не істейсің? Сен мына проблеманың ішіне кіріп алдың да? Кіріп алдың. И қаяқтан сенде энергия болады, азында тұрасың, сен үстіңді бір гирмен, как будто түнімен бір гир артып алып ұйықтап жатқан сияқты, зіл батқандай болып тұрасың, бір нәрсені бастайсың, өмір аяғына жеткіздіртпейсің, бір нәрсені ойлайсың, бірақ үнемі оны бастай алмайсың, тағы бір нәрсені бастайсың, өзгелерменен қарым-қатынас тағы да бұзып аласың, құрсыншы әрі, вообще мен кіммін өзі дейсің да, барасың да, мына жақтағы әлемге, не болмаса жаратушыма барып претензияң болады. Неліктен? Менде
әке дұрыс емес, менде ана дұрыс емес, мен балалық шағым дұрыс емес, менің подругам дұрыс емес, менің күйеуім дұрыс емес, менің балам дұрыс емес, менің қызым дұрыс емес, менің коллегам дұрыс емес, менде бастық дұрыс емес, көрші дұрыс емес, подруга дұрыс емес. Мінекей өстіп жүресің. Бүкіл мынаның барлығын из себя ты транслируешь. Вадим Зелен айтады, сен не нәрсені ойлайсың, ойлаған нәрсең сенің сезіміңе айналады. И, соответственно, сенің фокусың сол нәрсеге қарайды, жаңағы негативке. И сол нәрсені ты транслируешь жан-жаққа әлемге. Түсініп тұрсыздар ма? Бала кездегі деп тұрсам, мына жерде кім, Эльмира ханым. Яғни біздің сонау бір балалық кездеге келеді. Дұрыс айтасыз дейді. Дұрыс айтамын, өйткені мен білемін бұл нәрсені. Жаңа кеше айтып отырмын, кеше 5 сағат лекцияда отырдық, московский психоанализді бітірдім ғой. И бізде 3 айда, 6 айда бір рет өзімізге лекция жүргізіп тұрады мұғалімдеріміз. Мысалы үшін сағаттап отырасың лекцияда, 5 сағат, представляете? Кітаптар оқисың, қаншама күнде еще сенің жұмысың бар, қаншама клиенттермен күніне 2 адам, 3 адамнан қабылдаймын, онлайн сабақтар өткіземін, осындай прямой эфирлер өткіземін. Яғни дұрыс айтасыз. Әрине дұрыс айтамын, өйткені мен білемін да бұл нәрсені. Бұл мен бір придумать етіп айтып тұрған жоқпын. Бұл қаншама ғалымдар, қаншама мына кісі бар, мысалы үшін Вадим Зелен деген бар. Мына кітаптың өзі қымбат кітап, мынау пространство вариантов, трансферфинг реальности деген. Мұнан бәрі толып жатыр, мына жерде кітаптарының барлығы толып жатыр. И еще осы кітаптарды оқисың. И әрине бұл нәрсе өйткені білім да. Мен білімге сүйеніп, мен ғылымға сүйеніп, және де опытыма сүйеніп, нәтижелеріме сүйеніп, қаншама әйелдер, например, алдыма ажырасуға келген қаншама әйелдер болды. Мен ажырасқым келеді, мен бизнесімді X2, X3-ге көтергім келеді. Ажырасқан жоқ, Аллаға шүкір. Мықты, күйеуімен бақытты өмір сүріп жатыр. И, соответственно, бизнесінде X2, X3-ге масштабқа шығарды. Ажырасқан жоқ. Менде бір клиентім болды, психотропный дәрі ішіп жүреді. Айына 1 апта кәдімгідей жатып қалады. Настолько жатып қалады, тісін жумайды, бетін жумайды, кәдімгідей балдары әйтеуір кіріп шығып жүреді. 1 апта төсекте жатып қалады, үйден шықпайды. Психиатрға барып, психотерапевтке барып дәрі берген. Жасалмаған. Аллаға шүкір, 2-3 ай жұмыс жасап, мүлдем дәрі дегенді абсолютно тастады. Абсолютно дәрі деген жоқ. Өзімен жұмыс жасау арқылы, қазір мені көшеде бір кафеде көріп қалған кезде, Гаухар ханым, қазір менде жатуға уақыт жоқ дейді. Вот жатуға уақыт жоқ. Конечно, жатуға уақыт жоқ. Столько энергия прет. Түсініп тұрсыздар ма? Бұның барлығы қақтан туындап тұр. Яғни біздің ішкі миымыздағы, санамыздағы нейрондардан. Бұл нейрондар бізге сезімдер береді. Өздеріңізді қалай сезініп отырсыздар? Кері бір байланыстарыңыз беріп қойыңыздар. Өте қуаныштымын, то, что қанша жаңадан оқырмандарым келіп жатқанына. Настолько, вот мен каждый білімді беретін кезде, әуелі мен жүрегімді сезіп барып айтамын ше, жүрекпенен. Настолько адам естиді, адам түсінеді, жүрекке шыққан кезде. Жүректен шығып, жүрекке жеткен кезде сіздерге бұл білім қонады, сіз сол кезде түсінесіз. Мен да деп оқып алып айтсам, бұл нәрсе сіз түсінбейтін едіңіз. Қай кезде түсініп тұрсыз? Мен өткен нәтижеге жеткіздірткен адамдардың нәтижесін көрді да, қаншама адамдар көріп келе жатыр, көреді де. Керемет сабағыңызды алдым. Бұл сабағымыз, бұл жай прямой эфир сабақ. Ертең менде 28-29 мамыр күні 2 күндік воркшоп сабақ болады. Онлайн форматта, бағасы 990 теңге.
990 теңге деген, білмеймін, даже бір не ол 990 теңге бір кофе ма сондай ғой. Сол сабаққа шақырамын сіздерді 28-29 мамыр күні 2 күн болады. Ол сабақта сіздер бірінші чатқа тіркелсеңіздер қарым-қатынас туралы сабақ аласыздар, тегін, иә. Күшті дейді. Жаным, Гүлнар жеңше, рахмет көп-көп. Жеңшем отыр ғой мені тыңдап. Мені бала кезден мені күткен, жаңағы тамағымды істеп берген, шашымды жуып берген жеңгем ғой менің, Гүлнар деген жеңшем. Я, сол сабақ. Тіркелдіңіз ба? Миллионерша Эльмира ханым, сол сабаққа тіркелдіңіз ба? Қарым-қатынас сабақ бар. Чатқа тіркелсеңіздер, Гүлшат ханым сіздерге қарым-қатынас туралы сабақты береді. Және де, кажется, бүгін сториста 20 адамға орын аштық. Сол сабақты тез-тез алып үлгергендер не алады? Медитация жиынтығын алады. Сондықтан да тез-тезден тіркеліп алыңыздар, сол 20-ның ішіне кіріңіздер. Сіздердің жүректеріңізге, жіберіп жатқан оттарыңызға, лүпілдеріңізге көптен көп алғысымды білдіремін. Не деген арзан сабақ, я, жеңше, там кладез знаний. Сол ғой адамдарды шақырып жатырмын ғой, келсін. Қаншама әйелдер негізі, былай ғой, қазақта сөз бар, я, ұрпағыңмен мың жаса деген сөз бар. Мұхтар Әуезовтың мына сөзі бар. Сенің әкең қанша оқыған ғұлама болса да, тезек терген анасынан білімді алады, тәрбиені алады дейді. Яғни, қаншама сіздің жолдасыңыз ілімді, білімді болса да, оқыған болса да, балаңыз білімді, ілімді анасынан алады. Сондықтан да әрбір ана білімді анадан ілімді ұрпақ туады деген қазақтың сөзі бар, иә. Абай атамыздың сөзі бар. Жаңағы қалай еді? Көкірек көзі ашылса, хақтың түсер сәулесі деген сөз бар. Яғни не? Мен сіздердің, яғни бүкіл білім, сіздер барлықтарыңыз ақылдысыздар. Қазір информация өте көп, барлықтарыңыз білесіздер, білімдісіздер. Ой, мен не естігемін. Окей, білесіз, ақылдысыз, суперсіз. Неге сіз бақытты өмірді сүре алмай жатырсыз? Неге сіз жүрек тыныштығыңыз сезіне алмай жатырсыз? Неге сіз кайфпен өмірді сүрмейсіз? Налайте бол. Білесіздер ме, адам деген жүрек тыныштығына өзіне келген кезде барлық нәрсе, элементарный қара судың дәмінің өзі басқа болады. Ауаны сен басқаша жұтасың ғой сен. Сен жуынған кезде суды, сенің телаңнан суды прям сен сезесің ғой, әрбір тамшысын. Түсініп тұрсыздар ма? Яғни не дейді? Абай атамыздың өзі сол кезде айтып кеткен, я? Көкірек көзі ашылса, хақтың түсер сәулесі. Не дейді? Жүрегіңді аш дейді. Сен мына жақта да білімдеріңнің барлығы мына аяққа алып алғансың. Сен мына жаққа түсіруің керексің да, ол білімдерді. Ашуың керексің. Мына жүректі ашуың керексің. Сен жүректі қалай ашасың? Аша алмайсың жүректі. Өткен сен балалық кезден бастап программың бар, мамаңнан отырып киіп алған программың бар. Өкпе, реніш, претензия, құнсыздандыру, салыстыру, ожидание деген толып тұр да мынау. Бітеліп тұр да мынау, бәрі тас болып, цементтеп тастағансың да мына жүректі. Сезе алмайсың. Жүрегін сезе алмайтын әйелдер қаншама. Сезім деген не ол деп келген әйелдер қаншама алды ма? Не ол сезім деген? Мен түсінбеймін, ол не, қалай сезет сонда? Қалай сезет, не ол сезім деген, не ол деп келеді? Не ол сезім деген? Түсініп тұрсыздар ма? Яғни нені айтам мен сіздерге? Әр қайсыларыңызға жүрекке келіңіздер деймін. Жүрекке келіңіздер. Тыңдауға, естуге, өмірді сүруге келіңіздер. Сіздер мына өмірді сүріп атқан жоқсыздар. Өз өмірлеріңіз сүріп атқан жоқсыздар. Сіздер программамен өмір сүріп атырсыздар. Вадим Зеланд айтады. Біз мына қазір 3D матрицадамыз. Біз қазір мына переходта отырмыз да, 5D матрицаға өтіп жатырмыз. И осы жерде көп адамдар разрушение болып жатыр. Неліктен? Бәрбір сені мына әлем трансформировать етеді. Бәрбір сенің өзіңнің миссияңа келтіртеді, ана әлем келтіртеді, жаратушы Аллам келтіртеді, вселенная келтіртеді. Осы трансформацияң сенің
боль арқылы бәрібір келесің. Неге сен жерге ауна боль арқылы, ауру арқылы, ажырасу арқылы, қырылысу арқылы болу керек. А когда можно сен білім арқылы осы нәрсені өзгерте алатын мүмкіндігің болса. Түсініп тұрсыздар ма? Яғни сіздер қазір мынау менің эфирімді көріп отырсыз ба? Сіз мына жерде отырсыз ба? Тектен тек отырған жоқсыз. Сіз тектен тек мені көріп, тектен тек мені естіп отқан жоқсыз. Значит, уақыт келді деген сөз. Өзгеретін. Түсіндіңіздер ма? Өзіңізге келетін, өзіңді еститін, өзіңді түсінетін, өзіңді қабылдайтын. Қабылда өзіңді. Өзгелермен салыстырып болған шығарсың шаршап. Біреулеріңізге қатты тиюі мүмкін осы сөзім менің. Я? Сондықтан да осы рилстың астына плюс қалдырсаңыз болады, кез келген рилстың астына дайрекке плюс қалдырсаңыз болады. 28-29 мамыр күні трансформациялық воркшоп өтеміз. Ол жерде әйелдің состояниясы, әйел неге осындай күйреулерге кетіп қалады, неге энергиясы, мысалы үшін бизнес жасап жатырсыз, әрекет етіп жатырсыз, неге сіз бір орында тапталып тұрғандай болып жатырсыз, осы нәрсенің барлығын 2 күн бойы ашып айтатын боламын. Және де ол жерде медитативный терапия болады. Сондықтан да келіңіздер, өсіңіздер, дамыңыздар, өзгеріңіздер, өз өмірлеріңізді, өз сценарийларыңызбен, өз программаларыңызбен сүріңіздер деп осы нәрсеге сіздерді шақырамын. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Давайте. Негізі ше, мен эфир өткізсем ше, не өп кетем мұндай. Шабыттанып кетем. Баяғыда мамам айтатын еді, осы сен қыздың арқаң бар деп. Өстіп сөйлеген кезде мен арқам қосып кетеді. Медитация бөлек сатып алу керек па? Жоқ. Медитацияны айтып отырмын ғой, сторисыма өтсеңізші, бүгін сатып алған жандарға 20 адамға сол медитация жиынтығын береміз. Сіз или сатып алдыңыз ба? Сатып алсаңыз, тағы біреуге сатып алып берсеңізші мен сабағымда. Мамаңызға ма, сіңліңізге ма? 990 теңге ғой. Құдай! Вообще ғой, вообще. Бұл егерде біле білсеңіз, бұл беретін білім вообще 20, 30, 50 мыңның құнды сабағын берем. Бірақ бағасы барынша енді көп әйел естісінші, көп жандар кірсінші деймін. Қаншама әйелдер жылап келетін, қаншама әйелдер, жан жағымда қаншама жақындарым бар, жылап жүрген, өмір сүріп, қиналып жүрген. Жаратушы Аллам саған керемет өмірді берді да, ал сен сол өмірді сүре алмай жатсың. Жылап жүрсің да, еңіреп, бәрін кінәлап жүрсің. Ешкімде емес ол нәрсе. Сен просто біле алмай жатсың өмірдің, әлемнің заңдылығын, өзіңді тани алмай жатсың. Әлмира ханым, біреуге алып бере салыңыз, 990 теңгеге сөйтіңіз да, сол медитацияны алып алыңыз. Неге өтсеңіз болады, сториста ссылка тұр. И дайрекке жазсаңыз, сізге қыздар жауап береді. Ал сабағыңызды сатып алдым ғой, воркшоп, сол медитация бөлек пе дегенім ғой. Сіз қай уақытта сатып алдыңыз? Просто ол бізде алдында бітіп қалды ғой. И сосын жаңадан аштық біз. Сіз оны не қылған кезде алған шығарсыз мүмкін. Бүгін осындай сторисқа жарияладық, объявить еттік. Не ол 990 теңге, құдай-ай! Не ол? Мынандай болсаңыздаршы, щедрый болуды үйреніңіздерші. Санасуды емес. Мен алдым ғой, берсей деп артынан қуаламаңыз, ешкімнің артынан. Беруді үйрену керек та. Біз әлемге жаратушы Аллам бізге қасиетті берді да. 2 аяқ, 2 қолды берді, миды берді, жүректі берді, сезімдерді берді, махаббатты берді, бүкіл нәрсені барлығын берді да. Не үшін берді, айтайын ба? Сіздерге берді, чтобы бөлсін деп берді. Бер, анаған бер деп. Мен білімді алып жатырмын, например, менің если қазір осы отырған кездегі білімім, мен ертең беретін білімдерім, бірнеше миллиондарға алған білімдерім.
неше жыл оқыған, көз майымды тамызған білімдерім. Мен оны жай ғана 990 теңгеге ғана берейін жатырмын да. Мен ол жерде салғаспай, мен деген миллионға беріп жатырмын 990 теңгеге деп атқан жоқпын да. Мен беріп жатырмын. Просто мына сіздердің араларыңызда энергообмен болсын деген ниетпен беріп жатырмын. Неліктен? Потому что мен беріп жатырмын. Сіздер мына кері байланысты берген сайын, мен наоборот шабыттанамын. Мен бұл потогым менің ашыла береді. Наоборот, мен сіздерге больше берем. Не дейді жаратушы Аллам? Бер дейді. Сіз соны аласыз да 990 теңгеге алып, біреуге сыйлай салыңыз. Подругаңызға сыйлаңыз, мамаңызға сыйлаңыз, сіңіліңізге, жеңгеңізге сыйлаңыз. Міне сыйлық деп. Мен мысал үшін Құралай ханымда оқыдым, наставничество. Айнұр Тұрсынбаевада оқыдым наставничество. Осы кісілердің кез келген онлайн сабағыларына мен сразу 2-3 қылып аламын. Мамама беремін, сыйлық қылып ретінде, келініме алып беремін, қайнапкеме алып беремін, тағы да өзімнің інімнің келіншегіне алып беремін. Яғни сыйлық қылып беремін да. Мен духи бермеймін, мен халат бермеймін, мен не беремін? Яғни осындай білімдерді сыйлаймын. Түсініп тұрсыздар ма? Бұл нәрсе очень ценный ғой адамның. Настолько адамның білімділік негізі қазақта өте керемет сөздер бар ғой. Білек бірді жығар, білім мыңды жығар деген қазақта сөз бар емес пе? Көріп тұрсыз ма? Бұл қақтан туындап тұр. Яғни сіздің осы бір білім арқылы мыңды жығасыз деп тұр ғой. Яғни үлкен биікте самғайтындығыңыз. Сіз өзгелерге сондай білімді беру арқылы сіздің жолыңыз ашылады ғой. Сауап та бұл, үлкен сауап. Сондықтан да алыңыздар да сыйлап беріңіздер. 990 теңге не ол? Келініңізге алып беріңіз, жеңгеңізге алып беріңіз. Не ол 990 теңге курс па дейді. 2 күндік трансформациялық воркшоп сабақ. Қарым-қатынас туралы, әйел состояниясы туралы терең тақырыптарды қозғайтын боламыз. Аружан ханым. Ал бүгінгі күндеріңізге сәттілік пен береке тіледім. Әрбір жасаған дүниелеріңіз бақты, тақты, берекелді, ризыққа толы болсын деймін. Прямо демдеріңіз бақыт болсын. Сол демдеріңіз махаббат болып шықсын. Әрбір Аллаханыңыз арқылы жасаған дүниеңіз махаббатқа айналсын. Әрбір сөйлеген сөзіңіз, әрбір сөзіңіз құнды болып махаббат болсын. Жаныңыздағы ұстаған дүниеңіз, жасаған дүниеңіз тек қана нұрлана берсін. Әрбір басқан қадамыңыз гүлге толсын. Әрбір танысқан адамыңыз сіздің өміріңізге қуаныш пен береке алып келетін болсын деп әрқайсыларыңызға тілеймін. Осы эфирді жақындарыңызбенен бөлісіңіздер, жіберіп атқан кері байланыстарыңызға, жүректеріңізге, оттарыңызға көптен көп алғысымды білдіремін. Осы жерде эфирда отырған адам, әрбір адам құнды. Құндылық өздеріңізде, сырттан материалдық дүниемен емес, осы өздеріңізден ұлғайтыңыздар, еселетіңіздер. 28-29 мамыр воркшоп трансформациялық сабақта әрқайсыларыңызды күтемін. Кез келген рилсымның астына плюсты басып, общий чатқа өтіңіздер. Сол жерде сатылым жүріп жатыр. Және де сториста да. Все, баршаларыңызға да керемет, тамаша, махаббатқа толы кешті тіледім.